Ағымдағы жылдың 5 қаңтарында түнгі уақытта Шымкент қаласында орын алған жаппай тәртіпсіздік кезінде тәртіп бұзушылар Нұрсұлтан көшесі бойында орналасқан метро сауда орталығының есік терезелерін сындырып заңсыз кірген. Сауда орталығының ішінен түрлі заттар ұрланған. Аталған оқиға Шымкент қаласы полиция департаменті жедел басқару орталығының бейнебақылау камераларына түскен. Жайт Қаратау ауданының полиция басқармасы мен сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 188 бабының 3 бөлігімен тіркелді. Полиция қызметкерлерімен жедел іздестіру іс-шаралары жүргізу барысында Нұрсат 3 шағын ауданында орналасқан жалдамалы пәтерлердің бірінде оқиғаға қатысты бар деген күдікпен 4 тұлға анықталып ұсталды. Олар 2001 жылы және 2002 жылдары туылған азаматтар. Бұл азаматтар Түркістан облысының тұрғындары болып шықты. Олардан айғақты зат ретінде метро сауда орталығынан ұрланған тауарлар тәркіленіп алынды. Аталған азаматтарға қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылды. Сонымен қатар Әл-Фараби ауданы полиция басқармасының қызметкерлерімен жедел шаралар барысында сауда орталығының заттарын ұрлаған тағы да 1995 жылы туылған азамат ұсталды. Ол ұрланған заттарды өз жұмыс істейтін көлік жуу орнының демалыс бөлмесінде жасырған болып шықты. Ұрланған тауарлардан бөлек бөлмеде ерекше иісі бар зат және ішінде сары сұйықтан бар кесілген пластикалық бөтелке және кастет анықталды. Қазіргі таңда жайттар бойынша тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Сонымен қатар метро сауда орталығынан ұрланған басқа да заттарды анықтауға бағытталған шұғыл іс-шаралар жалғасуда.